Таңертеңгі қысқа жаттығу немесе күн ішінде кез келген қыздыру жаттығуы 2,5 айдан 6 айға дейінгі сәбиге шамамен осылай өтеді. Біз қолдардан бастаймыз. Мұндай жаттығулар қолды түзу ұстауға арналған. Яғни қолдарды жұмсақ, бірақ табанды қимылдармен түзейміз. Енді қолды екі жаққа созып, тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Егер сәбиге ұнаса, осылай ойын элементтерін қосуға болады. Жиі жасау керек, себебі балалардың тыныс алу жиілігі ересектерге қарағанда жоғары. Енді қолмен осындай қимыл жасаймыз. Яғни буындарымыз толықтай жоғары қозғалу үшін. Енді осылай, айналмалы қимылдар. Айналмалы қимылдар жасаймыз. Міне осылай, Енді аяқтарға көшеміз. Аяқтар ішке дейін. Аяқтың бүйралары. Алдымен бірге, сосын бірінен соң бірі. Ал енді бірге, бірінен соң бірі. Велосипед. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Жамбас буындарындағы айналмалы қозғалыстар. Егер бала аяғын сыртқа қарай жылжыту қиын болса, онда біз бұл түрлі қозғалыстарды бір жағынан, ал енді екінші жағынан жасаймыз. Чик-чик-чик-чик. Жүреміз. Қолсағайық. Егер нәрестенің аяғы шиеленіспесе, ішке жетуге тырысуға болады, және ол мұны істей алады. Әнді ішке айналдыру, біз баланы айналдыруға үйретеміз. Сіз оны айналдыра аласыз. Егер ол төңкерілуге әлі ерте болса, оған мұндай қозғалыстар бар екенін үйретуге болады. Біз оны бүйіріне айналдырып, айналатындай етіп дайындаймыз. Егер ол 3 айлық болса, біз оны айналдыруды үйретеміз. 2 жол бар аяқпен, біз аяқты жоғары қою арқылы көмектесеміз, және төменгі қолды бүгітіндей етіп басыңыз, содан кейін ол табысқа жетеді. Сіз оған осылай қолын ұстап көмектесе аласыз. Мені осылай. Чик-чик-чик-чик бір. Немесе оны тұтқасынан жасаңыз. Та-та-та-та-та. Қаны, оны қолмен қалай жасай аламыз? Төменгі қолы бүгілген кезде нәрестенің айналуы оңайырақ. Мені осылай. Айқайлап жылаған сәбиді будақ қалпында тыныштандырамыз. Оны дөңгелетіп құшақтап шүш деген дыбыс қосамыз. Сонда бала жақсы тынышталады. Осындай терең, бірақ сирек тербелістер жасаймыз. Сонымен соңында баланы ішіне жатқызамыз. Олар мұны әрқашан ұнатпайды. Егер олар мұны істей алмаса, біз кеуде астындағы жөргектен тірек жасаймыз. Баланы шынтағына сүйенуге үйретеміз, және қолдың тірек қызметін қалпына келтіреміз. Тамақтандыру алдында нәрестені оның ішіне қою керек. Міне осылай.